Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге өте жұмсақ, қамыры үлпілдеп тұратын дәнді дақылдар қосылған бәліш рецептісімен бөлісетін боламын. Барлықтарыңыз менімен бірге қайталап жасап көруге кеңес беремін. Қамырына сары майды ертіп алып, үстіне қант және ванилин салып араластырып аламыз. Содан соң 2 жұмыртқа салып араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне ұнын саламыз, араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырып болған соң үстіне сүт құямыз. Сүтпен бірге араластырып болған соң ыстық су құямыз. Ыстық су құйып болған соң қопсытқыш саламыз. Мінекей қамырдың массасы дайын. Енді үстіне дәм беріп үшін мен үйдегі грек жаңғағын және асқабақ дәнін уатып салдым. Мінекей енді шыны ыдысымызды майлап алып, дайын қамырымызды құйып, тегістеп аламыз шайқап. Одан соң қамырымыздың бетін алманы турап, және дәнді дақылдарды сеуіп, безендіріп, 170 градуста пеште 40-45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің бүгінгі дәнді дақылдар қосылған бәлішіміз дайын болды. Өте жұмсақ, әрі дәмді, ауызда ериді. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!